Сәлем достар, бүгін сіздерге наурыз көженің рецептісімен бөлісемін. Әр аймақта әртүрлі дайындалады. Өзіміздің дайындалу рецептімізбен бөлісемін. Ең алдымен ет, түсірілген ет болса өте жақсы болады. Бидай, жартылай диірменнен тартылған бидай, сүт, одан соң жуа, сәбіз, картоп, одан соң май, қолдың майы, яғни малдың іші майы қосамыз. Ең алдымен құрғақ қазанда астын жағып, бидайымызды осы құрғақ қазанда қуырып аламыз. Бидайды осылай қуырып алсақ, наурыз көжеміз ерекше дәмді болып шығады. Міндетті түрде осылай араластырып тұрамыз, асты күйіп кетпеу керек. Бидайымыз кішкене қызарып, иісі шыға бастағанда, оны бөлек ыдысқа салып алып қоямыз. Содан соң қазанның астын жағып, бірінші майды саламыз, яғни малдың майын, іші майын, немесе сұйық күнбағыс майын жасасаңыздар да болады. Табиғи майдан дәмдірек шығады. Етті кішкене бір айта кететіні, майды мейлінше көп қоссаңыздар сонша дәмдірек болады. Себебі біздің бидай бұл жерде майды өзіне сіңіріп алады. Неге етіміз кішкене қуырылды. Енді пиязды салып қуырып аламыз. Достар, егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Сіздердің кішкене ғана қолдауларыңыз менің каналымның дамуына үлкен үлесін қосатын болады. Осылай кішкене қуырғаннан соң үстінен су құямыз. Қайнап тұрған суды құйып, жарты сағат осы суда етімізді қайнатып аламыз. Наурыз көжеге ешқандай томат салмаймыз. Татымына қарап кішкене тұз саламыз. Жарты сағат өткеннен соң алдын ала қуырып дайындап алған бидайды саламыз. Газымызды орташа етіп қойып, араластырып отырып қайнатамыз. Ескерсе кететіні, бидайды үзбей араластырып тұру керек, себебі ол қоюланып, түбіне жабысып қалуы мүмкін. Бидай жарылып пісіп, жартылай піскен кезде сәбіз, картопты кубик етіп турап алып саламыз. Содан соң үстінен сүтті құямыз. Үнемі араластырып отырып осылай пісіріп аламыз. Бидайға сүтті де қанша көп қоссаңыздар, сонша дәмді болады. Сүттің кішкене бөлшегін алып қойып, бидай қоюланып, өте қоюланып кетсе, тағы да қосып отыруларыңызға болады. Егерде көжелеріңіз өте қою болып кетсе, қайнаған су құйсаңыздар да болады. Неге біздің өте дәмді, өте тойымды наурыз көжеміз дайын болды. Кесеге құйып дастарханға тартамыз. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Көктем мезгілі болғандықтан сіздің организміңізге де өте пайдалы, өте құнарлы бұл тағам. Лайк басып, комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.